Сәлем достар. Бүгін Брукхейвенда мамам Жуконай, ал папам Абикизет болғалы жатыр. Сендер оларды примерін танып қалған шығарсыңдар. Иә, менің видеома лайк басып, соңына дейін міндетті түрде қараңдар. Ой, мен мамам мен папамда құрты бар ма, білмеймін ше, жыбырлай береді. Сонымен кеттік, ал бастайық. Ой, біз неге біреу келіп қалыпты ғой. Привет дейді. Давайте, кто ты деп сұрап көрейін. Кешіріңіз, бірақ мен қазақпын. Батиманы шақырып жіберіңізші. Ой, қойшы, кім сенде? Батиман не емес бұл. Қарным аш кетті, мама ужин берем екен. Қызы. Ау, мама. Не анау бетің 5 тонна? Өшір бар тез бояуыңды. Үш жамауыз немене. Мәс саған, міне саған. Мә, өшір ана бояуыңды. Көрмейтін болайын енді. Мама, кешірші. Енді қызық қой, қазір бәрі боянады. Бар бөлмеңе. Кет бар, өшір бояуыңды. Мә, достар, мына ойында менің мамам өте ашулы. Қорқайын дедім, ойын соңына дейін не болады екен. Бергел мұнда, кір ваннаның ішіне тез. Бір бояна қойып едім, бәрі боянады ғой қазір. Бояу өшірме, шығушы болма. Қойшы, мама, мен де әдемі болып жүргім келеді қыздар сияқты. Ой, неге тындай қалмайды екен осы жұрттың қыздар сияқты? Өшір деме саған бояуыңды. Мама, ұрмашы енді, болды. Не жоқ? Әлі 18-десің, жамауыз қыз. Мә, достар, қорыққаннан бұтыма жіберіп қойдым. Өлі, сеп қойды мынауың. Бар, киім ауыстырып кел, бар тез. Достар, қазір бөлмеме барып киімді ауыстырып келемін. Қайтадан мамамның қасына келуім керек. Джинсидің орнына шортигімді киіп алдым, ендеше кеттік. Мә, мама маған тағы да ұрыспай ма екен? Қызық, қатты қорқып тұрмын. Енді жарайды, ендеше кеттік. Төменге түсек, бәрібір бару керек. Анда швабрамен шелек дайындап қойдым. Достар, видео ұнап жатса, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып, және де Жуконаймен тағы да ойын деп жаза кетіндер, алдағы уақытта міндетті түрде көбірек видеоларды салатын боламын. Молодец, қолымды жу енді, састпай. Қолымды жуып алайын, сосын жоғарыға барып, сәл демалып аламын. Так, мен бөлмем қайсет? Ой. Папа, қайдан жүрсің? Қызымка, жүр, мен саған бөлмеңді сәндеп қойдым. Вау, мәс саған шынымен ба? Папа, рахмет саған. Мамам да қарап үлгеріп жатыр ғой, косметикаларымды лақтыр жемесе болар еді. Қандай күшті болды, енді айнаның алдында отырып боянатын болдым. Жарайды, ендеше мен пижамамды киіп алып, сәл демалып алайын. Қой, тұрайыншы, сабаққа баратын уақытым болып қалды. Мәс саған кім келді екен, неге қызық? Мен саған шақырма дедім ғой құрбыларыңды. Мама, тұра тұршы. Ой, мама кетіп қалды ғой. Мам, сабаққа барам ғой, мен күтіп тұрған ғой. Мен қазір киіп келейін, мен де шығамын. Қарным ашты, мам, тамақ бар ма? Тамақ жеп кетейін. Буфеттен жей саласың ғой, қазір кешігесің сосын. Көзіңді өшір деймін саған. Бар, кет сабаққа. Так, жарайды достар, құрбыларымды көп күттірмей, тезірек киіп шығайын. Достар, айтпақшы, Брукхейвенда күшті заттар қосылды дейді ғой, қыздардың. Так, менде қазір пудра және де қызыл помада алып, мамадан тығылып, боянып алып шығатын боламын. Так, пудра мен помадамды алып алайын. Так, помадамды жағып алдым. Енді пудрам қайда еді? Міне, пудрамды жағып алайын. Қыздар мен көп күтіп қалған шығар, қазір жалғыз өзім қалып қоймайын. Так, ендеше киімімді ауыстырып аламын.
Достар, макияжыма баға бере кетіндер комментарийда оқитын боламын. Бүгін осы формамды киіп барайыншы. Так, мен құрбыларым қайда екен? Айтпақшы, достар, мен қазір анамнан тығылып шығатын боламын. Әйтпесе тағы да ұрсады. Так, анам қайда екен? Қызық. Далада сияқты. Достар, далада тұр екен. Так, тығыламыз. Так. Не, мамам көршіге кетіп бара жатыр екен. Осы моментті пайдаланып, давайте кеттік. Мектепке қарай барамыз. Қыздар мені күтіп шаршаған сияқты. Көрінбейді, жарайды ендеше өзім бара берейін. Так, мектепке де жақындап қалдық. Ой, мына машинада жағаласып. Так, мектепке келдік, достар. Так, сабақта кім бар екен? Подружка, мені күтпейсің ба? Кетіп қалыпсыңдар ғой. Сен мамаң ғой бізді қуып жіберген. Сабақ аяқталды. Кеттік ендеше біз неге барайық, бірге сабақ оқиық. Жоқ, мен мамам келіп тұр, мен үйге барым керек. Жарайды онда, пока. Сәлеметсіз бе, сау болыңыз. Так, достар, сабақ бітті, ендеше кеттік. Үйге қарай бар жатырмын. Мен бағана мамадан қашып шыққан едім. Мама мен тағы да жазаламай ма екен? Мама не істеп жатыр екен? Қызық. Достар, мама күтіп алды мені есіктің алдынан. Қыз, қайда жүрсең? Кешіктің ғой. Мен сабақтан келіп жатырмын ғой. Қыз, үйге кір деймін саған, тез. Қолын бүйіріне қойып алып, маған үйге тез деп тұр ғой. Барлық мамалар ұрысқанда қолын беліне қойып ала ма, достар? Мені мама жазалайын деп тұр. Киім ауыстырып, тез төменге түс. Так, достар, киімді ауыстырып келейін. Так. Бөлмем қандай күшті, папама рахмет, осындай бөлме жасап берген. Так, киімді ауыстырдым, ендеше мен кеттім. Төменге барайын. Мен келдім. Кешкі асқа не тамақ ішеміз? Мен тойдым, өздерің іше беріңдер. Өздеріне басқа тамақ салып алыпты ғой, жарайды. Кет, тұр, саған жаза. Туалет тазала бар. Кеш келдің өзің. Мама, кет деп жатыр ғой. 5 минут кешіктім ғой сабақтан. Тамақ ішіп те үлгермедім. Үйге подружкам келді, дұрыс болды ғой, енді ұрыспайды. Дочам менің. Так, достар, ендеше барып қарайық, не болып жатыр екен? Бәсе, мамам қай бір уайымдап жатыр десем, ана қыз көріп қоймады ма деп жатыр екен ғой. Жарайды. Сен оның құрбысысың ба деп сұрап жатыр. Мама кел жатыр, ұрыспаса болар еді тағы да. Неғып тұрсын сығалап? Бар, туалет тазала. Неше рет айту керек саған? Жарайды, тазалаймын ғой. Фуй, сасып қой мұны, қалай тазалайым? Тазала, мен білмеймін ештеңе. Так, жарайды, ендеше тазалап тастайық, бәрібір ұрсып тазалатайын деп тұр ғой. Жарайды, сүрте берейін. Барлық жер сүртіп тастайын да, достар. Тазала дұрыстап, неғып тұрсың? Молодец, жарайсың. Қолымды жудым, енді телевизор көріп келмесем. Папа келді, ендеше мама ұрыспайтын болды, маған дұрыс болды ғой. Қыз, неғып отырсың, сабақ оқы? Кім оқиды, мен оқиын ба сен орныңа? Жарайды, кішкене көре қояйын деп едім. Так, компьютермен сабағымды жазып тастайыншы. Қане, не оқып жатсың ба өзі? Көрсетші ғана қандай тапсырмалар берді. Молодец, оқы және оқы. Менің красавица қызым не істеп жатыр екен? Сабақ оқып жатырмын, пап.
Жарайды ендеше кедергі жасамайын, сабағыңды оқи бер. Молодец. Айтпақшы достар, сәлден соң жігітім мен құрбым келетін болады. Киімді ауыстырып алдым. Так, ары қарай жалғастырып сабағымды оқи берейін. Өздері де келген сияқты, төменге түсейін. Мам, кім келді үйге? Білмеймін ғой, қазір сұрап алайық та. Кімсіңдер? Кімге келдіңдер? Сәлемдер, қалайсыздар? Сәлеметсіз бе? Бізге Гонжа керек еді, кішкене қыдырып қайтсақ. Бар ана жаққа, бөлмеңе бар тез. Не? Қыдырып қайтсақ дейді? Мам, онда тұрған не бар, олар менің достарым ғой. Кәдімгі сыныптағы достарым. Мен жігітті танымадым. Әрине сіздің рұқсатыңызбен. Не қолында гүлі жоқ? Өтірік соқпа достарым деп. Гонжа, кір бөлмеңе. Жарайды достар, ендеше бөлмеме барайын. Қазір сәлден соң мамадан тығылып шығатын боламыз. Айтпақшы, не істеп жатыр екен, барып көріп келейінші, мен білдірмей. Так. Мәссаған, ана екеуін қуып жатыр ғой, ё-майо. Еще мама суретке де түсіп үлгеріп жатыр ғой. Жарайды ендеше мен кеттім, мен көріп қоймасын. Айтпақшы, мамам бөлмесіне барып тез шашымды реттеп алмасам, мама жоқ кезде. Так, туалетке шығып алайыншы бірінші. Так, қазір маманың заттары қайда екен, суға түсіп алайын. Так, мұнда косметикалар бар ғой дем. Жарайды, косметикалар көрінбейді. Шашымды тарап алайын. Осылай жайып алсам қалай достар? Әдемі ма? Болды, мен дайын болған сияқтымын. Ендеше кеттім, төменге барайын. Мама қайда екен қарайын. Так, надеюсь, мама мұнда жоқ. Айтпақшы, бөлмеме барып жігітіме звондайын. Алло, Жан, келе беріңдер, мен дайынмын, қазір шығам. Жарайды, біз дайынбыз, машинамен күтіп отырмыз. Так, достар, төменге түсіп маманы қарайық, қайда екен. Так, мұнда ваннада жоқ екен. Так, мұнда... міне достар, мама бассейнде екен. Кеттім көрмей тұрғанда. Так, тез шығып кетейін. Айтпақшы, светті өшіріп кете салайыншы, ұйықтап жатыр деп ойлап қалсын да. Так, светті өшірдім. Терезені жауып кеттім. Ендеше кеттім. Мен келдім, шықтым. Кеттік ендеше. Зың-зың машинамен кепті ғой жігітім. Достар, енді түсінесіңдер ғой, енді махаббаттан бас айналып жүр. Подругам тастап кетті ғой, байқамай қалды, көрмей қалды енді, жарайды. Ал, айта отырыңдар, қайда барамыз? Гонжа, бургерге барамыз. Кеттік, бургер жеп алайық та, тема бургер ашылыпты мына жақта. Кеттік, абайлап түсіңдер. Так, достар, біз бургерге келдік. Так, мұнда бургерлерді алып алайық. Летникке отырып ішіп алайық дейді. Жарайды, ендеше кеттік. Достар, келіңдер мұнда. Орын алып қойдым. Ал, айта отырыңдар, қалайсыңдар, бәрі жақсы ма? Жақсы. Мен де жақсымын. Мына бургер дәмді дәмі күшті екен. Жан, үйге келгенде ұят болды ғой сендерді қуып жібергені. Сол. Сосын барайық десем, өзі ғой қоймай қойған, қыдырып қайтайық деп. Ренжімеңдер. Айтпақшы, сен мамаң біле ма мен жігітің екенімді? Жоқ, білмейді. Сен қыз, не істеп жүрсің мұнда? Мамаң келді. Қаштық, кеттік, бол, тез мен арқама. Қызық, достар, мені мама қалай біліп қойды деймда бургерде екенімді. Достар. Көшеде позорчы ашып сыпырғышпен қуалап жүр дейсің ғой, біз давай кеттік. Машинаға міндер. Достар, көрдіңдер ғой, мама сондай ашулы. Датығы үй жинап жатқан жеріне сыпырғышымен шығып кеткен ғой. Жарайды, ендеше қайда баратынымызды қазір көреміз. Мен өзім де білмеймін. Так.
Достар, негізі бұл Brookhaven, яғни ойын, сондықтан мұнда барлығы бола береді. Сендер аналарыңды ешқашанда ренжітпеңдер, аналарыңмен сырласыңдар, аналарың сендерді жақсы көреді. Ё-майо! Уф, жеттік па? Мен шаршап кеттім ғой, Гонжа, жүгірем деп. Бізді қайда келдің? Айтпақшы, жан гүл алмадың ба? Жоқ, алған жоқпын. Жарайды, ендеше қазір ала салайық та, мамаңнан кешірім сұрап танысайық сосын. Мамам мен сендерді таныстырып қояйын. Гонжа, барып танысайық. Жақсы, ендеше кеттік үйге. Ал достар, мамаға барып таныстыратын боламын. Достар, енді түсінесіңдер ғой, енді қайтадан қалдырып кетті. Жарайды, мінгізіп алдық. Үйге бара жатырмыз. Бірінші өзім сөйлесейін, сосын сендерді шақырамын ғой үйге. Жақсы, айтқаным болсын. Негізі кәдімгідей қорқып тұрмын ше. Ұрмаса болды сені. Енді көресің ғой, айтасың ғой, біз күтіп тұрамыз далада. Ал үйге жақындап қалдық, достар. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңдар, немен аяқталады, не болады. Қане ендеше кеттік, бірге көрейік. Шынымды айтсам, жақындаған сайын қорқып тұрмын. Ал үйге де келдік. Так, шығайық. Қаланы мұң айналдық. Зорға таптық қой үйіңді. Жарайды, достар, ендеше мен үйге бара берейін. Жарайды, сәттілік. Сендер қалыңдар. Тұғылып қарап тұрайын да мен. Өзім айтам сендерге. Достар, мама ашулы. Мен көретін шығар осы жерде. Көрді, так, есік ашып жатыр. Шынымды айтсам, қорқып тұрмын. Жігітім бургер беріп жатыр, бағана жей алмадың ғой деп жатқан шығар болды. Аузыңды жапта, денеңді боста, бұл дискотека, изевеноста, эселеноса. Осылай өлең айтып қарсалады деп ойладың ба сен мені? Бергел, жалмауыз қыз немене, жаза саған. Мен саған сабақ оқы дедім ғой, бөлмеңе барып, не қып шығып кетесің, рұқсатсыз. Жаза саған, бір. Өзімді зор қастап тұрым, бағанағыдай жіберіп қоймайын ба деп. Кет, бөлмеңе бар. Енді шықпайсың. Қара, бұны айтқанды тыңдамай. Бар, кет, бар тез. Кет, бөлмеңе бар. Ё-майо, жігітім мен құрбым көріп қойды ғой мамам ұрған. Айбай, достар, ол артта қуып шығатын түрі бар. Жарайды, ендеше мен бөлмеме кеттім. Қыз, рұқсат сенде ешқайда шығушы болма. Бөлмеден де шықпа. Қара өзін, достарында ертіп әкепті ғой. Бүгін менің ашуыма тидің әбден. Мені сыртта күтіп қалған шығар, танысамыз деп келген еді. Енді жарайды. Ш витамині бүгін тойып алған жайым бар. Мамам әбден мықтылап тұрып шегелеп тастады терезенің барлығын. Ағаштарды мықтап қағып жатыр. Осы жерден шығушы болма. 24 сағат отыр қозғалмай. Бөлмеден шыққанды көрмейтін болайын. Достар, осымен біздің бүгінгі ойынымыз аяқталды. Екінші серияны күтем деушілер болса, комментарияға міндетті түрде екінші серия деп жаза кетіңдер. Егер де көп дауыс жинап жатса, екінші серияны міндетті түрде түсіретін боламын. Ендеше сау болыңдар.